Мектептің қоңырауы Майнкрафт әлемінде бір қыркүйек ерекше күн еді. Бұл күні барлық балалар үлкен мектепке барып, білім әлеміне алғашқы қадамдарын басатын. Бірақ биылғы жылы ауыл тұрғындары таңғажайып өзгерістерге куә болды. Мектептің үлкен қоңырауы жоғалып кетіп, онсыз алғашқы қоңырау соғылмайтын еді. Балалар мектептің қақпасына жиналып, алаңдаумен тұрды. Мектептің директоры ақсақал жасырынып қалған қоңырауды іздеп табу үшін жас оқушылардан тұратын батыл топ құруды шешті. Бұл топ ауылдың ең мықты және ақылды балаларынан тұрды. Олар Майнкрафт әлемінің ең алыс жерлеріне сапар шегіп, қоңырауды қайтадан тауып алып келулері керек еді. Батырлар жолы оқушылардың тобы сапарға аттанды. Олардың алғашқы аялдамасы ауылдың жанындағы үлкен орман болды. Бұл орманның ішінде оларды түрлі қиындықтар күтті. Биік ағаштар арасынан өту, орман жануарларының жұмбақтарын шешу және тіпті қатерлі өрмекшілерден құтылу. Бірақ оқушылар өздерінің білімдері мен бірліктерінің арқасында орманнан аман есен өтіп шықты. Орманда олар ертегідей жарқыраған көне кітапты тапты. Бұл кітапта қоңыраудың қайда жасырылғандығы туралы мәліметтер жазылған еді. Олар кітаптың нұсқауларын мұқият оқып, сапарларын жалғастырды. Таудың сиқырлы үңгірі. Балалар кітаптағы нұсқауларды орындап, алыстағы таудың басына жетті. Бұл таудың биіктігі соншалық, оның шыңы бұлттар арасында жасырынған еді. Тауға көтеріліп бара жатып, олар суық желдер мен қарлы борандарға қарсы тұрды. Бірақ олардың мақсаты айқын болды. Жоғалған қоңырауды табу. Тау шыңында сиқырлы үңгір бар еді. Үңгірдің ішінде қоңырау жасырылған болатын. Бірақ үңгірдің қақпасын ашу үшін оқушылар өздерінің ақылдарын және достықтарын қолданды. Олар бірлесе отырып сиқырлы жұмбақтарды шешті және қоңырауды тауып алды. Алғашқы қоңыраудың қайтып келуі, қоңырауды тауып алған соң, балалар ауылға қайта оралды. Барлық ауыл тұрғындары оларды күтіп қуанышпен қарсы алды. Қоңырауды қайта орнына қойғаннан кейін мектептің қақпасы ашылып, барлық оқушылар жаңа оқу жылын бастады. Қоңыраудың сыңғыры ауылда естіліп, бұл күн әрбір оқушы үшін ерекше болды, өйткені олар тек білім алып қана қоймай, нағыз достықтың, бірліктің және батылдықтың маңызын түсінді.